Мынаның бәрін неге шолуға басына тығу керек қой. Оттай мақұлдап жанады, шоқтай қарыған жігерің, löpіл қағады, аттай тулап жүрегің, көкте қыран қанат қағады, шыңға шығуға сығып, сағат тоқтаусыз бар. Ал Жонан Батыр. Лайк басып кетіңіздер енді осы еңбекке. Асу беріс жолдары бай, арманға қадам бассам сенің оты болған одай, қуатым арынбаған. Олай болса, мінеки көріп тұрғандарыңыздай сақ мотоциклінің осындай тіктен шығып жатқан сәтін алдарыңызға ұсынып отырмыз. Камераға көрінбесе де өте тік. Дәл осындай сақ мотоциклдерімізді енді алдағы уақытта осы кеңбайтақ жазықта жүріп көрсетеміз ағайын. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Алдарыңызда Айдынбек Қалмұраттың YouTube каналына қош келдіңіздер. Алдарыңызда сақ мотоциклінің ауқымды шолуына. Қасымда көмектесетін Өркен Батыр. Вот это поворот! Өркен Батырдың астында тұрған сақ мотоциклінің объемы 150 кубтық штанговый мотор, 162-лік FMM, алдыңғы артқы доңғалақтары 18-дік, осындай қалташасымен сыртқы темірлері шірімейтін нержавечный темірден жасалған, механический скорость 5 сатылы. Осылай, енді осындай қазақтың кең байтақ даласына келдік, және де қазақтың мұнда кино түсірілетін, қалай айтылады, нема? Съемка түсіретін площадка арнайы жасалынған, көшпенділерге арналып жасалынған, былайша айтқанда, не ғой? Қорған, город Качеле деп орысшасы бар екен негізі. Качевник, Качеле деп. Ренжімеңіздер. Алдарыңызда 200 кубтың ақ светі. Бұл да бізде штанговый мотор балансировочный валымен. Тура сондай 150 кубтық, тек қана өзгешелігі моторында, яғни жүрегінде. Осындай кереметтей дизайнмен осылай киімімізді киіп съемкаға келдік ағайын. Енді алдағы уақытта сіздерге осындай далалардың бәріне аралап жүретін боламыз. Олай болса Өркен өзің осы мотоциклмен жүр, ондай болса біз ары қарай осы тауларға сынақ жасап, шынайы отзып, шынайы видео түсіруге тырысамыз ағайын. Қолдап кетіңіздер. Олай болса, міне, Өркен Батыр алдыға кетті. Тау тасқа сынап көрейік. Мына жердің бәрі тау, мысалы, тас, сақ-сақ тастар бар ғой. Сезбейсің, мысалы, жүре бересің. Шөп, қараған. Хоп. Ешқандай дыбысы, ешқандай бір артық дыбыс естіп жатқан жоқпын. Маған осындай далбойып болған ұнайды. Маған көп сұрақтар келеді неге ше өмірде. Сен неге далбойырсың, әдейі істейсің ба? Жасың тайқазанның жасына келді ғой. Енді бұлар алдыңғы артқы доңғалағы 1/18-дік размерде. Яғни бұл бізде осындай таулы тасты жерлерде мотоциклдеріңіз жарылып қалғанда камерасын алдына салып жүре бересіздер. Бұлайша айтқанда енді мына мотоциклдердің артқы доңғалақтар сәл үлкенірек болып келеді алдынан қарағанда. Ол енді мына жерден құмнан өтіп жатыр. Мысалы, құмды жерлерде тау тасқа өзі мотоциклдің дизайны солайынан құрастырылған инженерлердің білуі бойынша. Осылай қазақтың кең байтақ даласында осылай мал бағып, осымен тау тасқа, поляға, барлық жерге жарай беріп, мына жерге әбетіңізді салып қоясыз. Ат мінгенден қандай минусы бар, қандай плюсы бар айта кетейін. Енді бұл мотоциклдің бір несі, мысалы, түнгі шайқас дейді ғой. Түнгі шайқасқа әлсіздігіңізді береді. Ал атта, мысалы, түнгі шайқастың керемет дәрісін береді ғой, мысалы. Ал аттан қарағанда не пайдасы бар мотоциклдің? Қалаған жеріңізге атпен 3 сағатта баратын жеріңізге мотоциклмен 1 сағатта, жарты сағатта жетіп аласыз. Қалаған жеріңізге барып қойып кетесіз. Тек қана бір кнопкамен от алады, уақыт өте бұл кнопка жарамаса Kickstarter бар, яғни теуіп от алдырасыз. Осындай мағлұматтарды елене отырып, мысалы осы YouTube каналымызға
қолдау білдіріп, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Артқы фоным менен қарағанда күшті болып жатқан сияқты. Бұл енді мотоциклмен бұл жерде де жол жоқ, тау таспен жүр. Енді қыраттармен қыраттап. Маған похуй, аяғымда бот ес. Осындай ауыл шаруашылығына таптырмайтын мотоциклдерді тікелей өзіме заказ бере аласыздар. Болмаса біздің Instagram парақша, TikTok парақшалардан көріп заказ бере аласыздар. Қазақтың ең байтақ жерін қараңыздар. Олай болса бір эксперимент жасап көрейік. 150 мен 200 кубқа. Мына түкке. Так, тоқташ, мына жерге бір видео түсірейік. Олай болса көптің көкейінде жүрген сұрақ 150 куб жақсы ма, 200 куб жақсы ма? Осыған бүгін точкасын қояйық. Өркеннің астында 200 кубтық ақ сақ мотоциклі балансировочный валмен, менің астында 150 кубтық сақ мотоциклінің қызыл светі. Алдарыңызда көрініп тұрғандай мына таудың биіктігін камера ала ма екен, осыны көрсетіп жібер. Осы тауға қазір точкасын қоятын боламыз енді. Примерно 80-90 градус па? 90 градус мынандай ғой? Мынау примерно бір 40 градус, 50 градус қой примерно, енді камерадан көре аласыздар. Давайте олай болса сайысымызды ашық деп жариялайық. Енді камерамен түсіріп жатырмыз. Кем кетігіміз болса өздеріңіз байқайсыздар енді. Өркен, дайынсың ба? Батыр болып, дайын болып тұрып. Байто, шыға алмайды. Жігіттер, шынайы бәрі, ешқандай көріп тұрсыздар, өтірік. Мына жерден ары қарай уже, мына жерде жұмсақ екен, жаңа ғана жаңбыр жауып өтті. Соған мына 150 кубтың жеткен жері осы болды. 200 куб ары қарай көрдіңіздер, қаншама биіктікке шығып кетті енді. Осы жерден точкасын қояйық. Куб ол күшіне байланысты. Яғни бұл жерде 200 куб күшті деген мағынаны бізге беріп тұр ағайын. Съемкамыз ары қарай жалғасып жатыр енді. Бұлай неге киініп алдыңыздар деп айтуларыңыз мүмкін енді. Сақтың өзі, эмблемасының өзі камерада көрініп тұрса енді. Мощный қып осылай қазақи қып, қазақи атын қойып енді. Қазақтар болып әкеп атқаннан кейін біріңді қазақ, біріңді дос көрмесеңіз істің бәрі бос деп демекші. Өзіміздің брендті қолдайық, өзіміздің қазақ жігіттерді қолдайық. Кім байыса қазақ байысын ағайын. Сондықтан енді бізді қолдай кетіңіздер. Жаңа ғана жаңбыр жауды, батпақ, барлық жерге эксперимент жасап көріп жатырық. Сонымен қатар сыртқы темірлерін қарасаңыздар енді шірімейтін темір, ешқандай повреждение, зақым. Мысалы, мынау краска болса, мынау бағанадан бері неше жығылды мысалы. Мына жерінде уже қара темір шығушы еді уже. Әлі жылтырлап тұр да енді. Осы жігіттер сіздерге барынша мағлұмат беріп жатырмын сақ мотоциклінен. Бұл мотоциклдердің қара, қызыл, ақ светі бар. Алдағы уақытта қара светі, жоқ, көк светі де қосылады ағайын. Біз енді түсіріп жатқан локациямыз бұл жер енді кино түсіретін жер ғой. Өзімізше бір профессиональный болып, сіздерге қызығырақ болсын деп осылай киініп, осылай локацияға келіп отырмыз. Бізбен бірге болыңыздар, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, достарыңызға жіберіңіздер. Қолдау күтемін.